Табын Бұқарбай батыр Естекбайұлы. Бұқарбай батыр үлкейген шағында алдына баласы Алданазар мен Қалжан Ахунды шақыртады. Ол уақытта батырдың балалары Алданазар мен Көтібар Перовскі уезінің алғашқы құрылымында нөмірі 4-ші Церская болысының болысы Жаппас Мырқы Жарасбайұлының штаттағы билер екен. Қалжан Ахун Бөлекбайұлы Бұқара мен Хиуаның медресесінен білім алып келген. Әлімі жаста болса атырапқа мәлім болып, Жетіру табынның ішінде мектеп ұстап тұрған кезі. Екеуі келгесін батыр. Ал, шырақтарым, Алланың берген жасын жасадық. Қалған уақыты еңкейіп екіндіге таяды. Соны ойлап өздеріңмен кеңесетін жұмысым бар. Соған ойласпаққа шақырдым. Жамбарда қаза бар, ер өліт, ел көміт. Әуелден әркімнің басынан өткен дүние. Біздің өміріміздің көбі ат үстінде өтті. Жортуыл жорық болғасын түрлі жағдайлар болады. Адам қаны төгіледі. Аласапыран кезеңде атқан оқ, шапқан қылыш кімсің деп сұрамайды. Жазықты, жазықсыз жандар опат болады. Жас кезімнен қан майданға кіргенде өзімді тойда жүргенде еркін сезінушем. Талайға найзамның ұшы, білегімнің күші тиді. Беттесе шауып екілесіп келгенде сен алмасаң ол алады. Қолда қару, қорғаның әуелі құдай, сосын ата-бабаңның аруағы, үлкеннің берген батасы. Жекпе-жекте екі ердің бірі мерт. Жаның үшін айла жасайсың. Қолыңдағы сотаң мен кескегіңді кезек жұмсап, жан дәрмен қыласың. Өлмей шықсаң халық батыр деп дәріптейді. Майданда өлген жанның орны шейіт. Алланың ол дәрежесі бізге бұйырмады. Бұлайғы жұрт жау жорықта жүріп аяушылық жасаған жеріңіз болды ма деп сұрайды. Енді соны айтайын. Алатауда Кенесары ханды жауға алдырып, Алаштың баласы хансыз халық, байсыз қатын секілді тоз-тоз болып барадық. Орыс орам қалып сырдың бойына ат қойды. Алатаудағы қырғыннан аман келген азаматтармен бөрі тыңдауын тыңдап ел ішінен хабар алып отырмыз. Арқадағы елдің бір қатары орыстың орамына өтіп, ел билеген кісілері шарттасыпты дегенді естік. Жаудың дүбірі жақындағасын, 10 жыл бойы орыспен соғысқан бізді де ізгескен аңдушылар пайда бола бастады. Төре тамнан Бошай төренің баласы Дәулет төре адам салып, орыстан кешірім алып берем деп хабар айтып, адам жіберді. Қасым төренің ұлы Елкеймен хандыққа таласып, іш бәсекесі бар екенін білдім. Келген адамы бұл мәселені бас айтты. Елкей сұлтан олардан бұрын адам жіберіп, мен жағына өтіңіз, орысқа өзім кепілі болам деген еді. Ел ішіндегі осындай алағаудан тартысты әңгімеден аулақ болайын деп сақтық жасап, 10 жігітті ертіп, Нарқызылдың ішіне, Боқан таудың тұмсық тұсындағы күре жолдың шетіндегі Үшшеген деген құдыққа қосымызды тіктік. Жаугершілік уақыт. Хиуа мен Түркменнің жортуылшылары елдің мазасын алып тұр дегесін, тосқауыл болайық деп жүрген кезіміз. Жарақтыда жау жолықпайды деген жігіттер зергіп қайтатын мезгіл таянғанда олжа іздеп дөбірлеп кетті. Жалпақ жұрттың малына тыюға болмайды, қалың ел құлағдар. Сол күні қосымызды жығып, сырға қайтқалы жатқанда шет қарауылдан шабар келді. Боқан таудан сырға қарай 10 түйеге жүк артқан кіреші керуен шықты. Керуен басы жалғыз адам деп хабар айтты. Жігіттер шалт жиналып ат үсті дайын болды. Қосшым торағымақты көлденең тартты. Сол жолы бойымды зіл тартып атқа қонуға асықпадым. Келген хабаршымен 2 жігіт шұғыл аттанды. Бұл көштің соңында Хиуаның жасауылы болуы мүмкін деген ой жетеліп атқа қондым. Аттың басын жіберіп отырып, әне-міне деген шағыл құмнан тақырлы боз құмаққа шыққан керуенді көрдік. Біздің шұбаған шаңымызды көрген керуен басы түйелерді шапіркес айналдырып дөңгелетіп қорғанша жасап алыпты. Өзі мінген түйе ортасында қалған. Бұрын жеткен жігіттер айнала шауып қайсақтап ала алмай жүр. Біздің қарамызды көріп екіленген жігіттер өршеленіп тап бергенде керуенші атпамен бірінен соң бірін 2 жігітті ат үстінен тымақтай жұлып түсірді. Талай жорықта сыналған жігіттердің аттан түскені намысқа тиіп, ерлерге мін болды. Осал адам емес екенін біліп, атты барынша жібердім. Жақындағанда атпаны маған да сілтеді. Ұзын сырыққа жалғаған қылшыбыр торы арғымақтың мойнын шорап түсті. Шіреп тартқанда ағынымен келген атымды үйіріп алдыңғы 2 аяғын көтертіп кідіртті. Тепсінгенде аттың күшімен шылбырдан зорға босадым. Адам баласынан бұндай зорлықты көрмеген едім.
Ашу қаптап атты қайта бұрып найзаны оңтайлап тура ат қойдым. Жақын келіп, «Ей, тиме, өзім алам» деп айғайладым. Кербенші артына жалт қарады. Сол кезде найзаны түбетектеп ұстап, зөңгіге тұрып қолдаудан салып, тік көтеріп қоршаудың келесі бетіне атып жібердім. Айналып келіп аттан түстім. Үстінде белін деңмен белбеумен буған түйе, жүншекпенімен басында күнқағар далбай киген, өкшелі көксалы етігі бар жас адам көрінді. Екпетінен жатыр екен. Аударып жүзіне қарағанымда жүрегім зырқ ете түсті. «Астапыралла» деп кеудесін көтеріп тіземе қойдым. Екі көзі танадай әппақ ажарлы бойжеткен қыз екен. Бұрымы білегіме төгілді. Жанарын маған тіктеп, найзаға тиген омырауын оң қолының қан жуған алақанымен көлегейлеп қымтап жатып, ерні дірілдеп тілге келді. «Ағажан, мені далаға ит құсқа жем қылып тастап кетпеңіз. Бетімді жасырып, басыма белгі қойыңыз. Мына түйедегі жүк менің қыз жасауым, сізге жетеді. Мен Түркпендегі Ахмет байдың жалғыз қызымын, атым Айғаным. Әкем өлгөсін түркменнің бектерімен алам деп таласа бастады. Шешем, шырағым, әкеңнің маған тапсырған аманат едің. Жатқа беріп обалыңа қалмайым. Ел жұртыңды тап деп 6 күн бойы түн жүріп отырып, әкемнің ата қонысы болған Боқан тауға жетіп бүгін таң ата анам, қызым, алдың Қызылғым, одан әрі сыр бойы сенің ағаларың Бұқарбай мен Сейілдің елі. Жолыққан адам жөн сілтейді. Көшіңді тізіп шаңырақ түйеңнің бұйдасын Бұқарбай ағаңның қазығына байла. Өзің теңдес біреуге басыңды қосыр. Енді алдыңда жау жоқ, күннің жарығында бір қараға жетерсің. Мен елдегі мал жанға еге болайын. Есен болсаң қайта айналып көрісерміз деп қосшысымен екеуі мені жолға салып, анаммен қоштасып едім. Менің ағам Бұқарбай батырға сәлем айтыңыз. Алла дегеніме жеткізбет деп ақтық демінде иманын үйіріп, Алла деп 3 қайталап қолымда жан тапсырды. Сөзім бөлуге тілім қырқылып қалды. Көзден қара қан ағып, өкініштен жүрек жарылардай заман болды. Ат үстінде жүріп адам болып, аяушылық жасаған жерім сол болды. Қолымнан келгені қаны төгілген жерге керуендегі артып келе жатқан отау үйін тіккізіп, қызды оң жағына салдым. Тағы қонақ үй мен асқазан үйі бар екен, бірге тігіп жақын елден керекті адамдарды алдырып, ақ жауып арулап көмдім. Өзінің күш қайратына сенген жау жүрек жеке туған қыз екен. Жолбарыстың еркек ұрғашысы болмайды деген сөз бар еді. Қапыда қолымнан мерт болды. Атпадағы қыл шылбырдың бір ұшын нар түйенің белінен шалып бекітіп, ат үстіндегі адамды атпамен орап, түйенің бел күшіне салып жұлып алып тұр екен. Қолымнан келгені қыздың ақтық сөзін орындап, дүние мүлкін түгел шашау шығармай өзіне жараттым. Бейітінің жанынан 2 жерден құдық қаздырып, алыс жерден ұста жалдап, қыш күйдіріп, басына күмбездеп кесене тұрғыздым. Ішіне өрнектеп қыздың көш керуенін салғызып, жыл тәулігінде сол жерге еру болып, асқұда жолысын өткіріп аттандым. Қызылдағы қыздың белгісі сол бейкүнә жанның бейітет шырағым. Сол жылдардан бері түн баласында көзімді жұмсам, сол қыз төбеме төніп тұрады. Жанымда ауыр дерт болып өзіммен бірге жүр. Қалжан айналайын, кітап көтерген Алланың жолындағы ілімдар жансың. Осы істің тірлігімде атқаруға лайық қандай сауапты жолы бар. Әліміңнен үміткерім, осы ісіме ақыл қос. Алмас Алмат.